Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге карамельді пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасау үшін бізге ұн қажет болады. Електен ұнымызды өткізіп, үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап үгітетін боламыз. Бізде песочный қамыр болу керек, орысша айтқанда крошки болу керек. Оның үстіне құм шекерімізді салып, жақсылап араластырып, одан кейін бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 20 минут жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрды. Енді оны жақсылап диаметрі 22 сантиметрлік формамызға жайғастырып шығамыз. Енді кезекте бортиктарын жасап шығамыз. Қолымызбен көріп тұрғандай домалатып, формаға келтіріп, айналасына жабыстырып бортиктарын жасап шығамыз. Қамырымызды формамызға орналастырып болдық. Ендігіде салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге вареный сгущенка керек. Осы вареный сгущенкамызды салып алып, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін қаймағымызды, магазиннің қаймағын саламыз. Барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осы дайын салманы қамырымызға құйып, қамырымыздың айналасын шанышқымен біркелкі етіп аламыз. Пирогымызды 180 градуста 35-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Әбден суытып алғаннан кейін ғана формадан босатамыз. Пирогымыз енді өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта менен көптеген оңай әрі қарапайым дәмді болып шығатын рецепттер күтіңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Кәмшат.